Короче, орманға барамыз, шашлик анау бәрі болатын. Главный, аналардан көресіңдер ғой, сол жаққа барып көреміз, танымаймын да, танысқан болсын, болмасыңдар ше. Бірақ бәріңді бүт көріп тұрмын негізі. Былай жан-жақтан бәрі әдемі қылып тұр негізі. Әрине. Бекзат, жүрші бұлайға. Не болды? Саған қыздар тексеріп алды едік қой. Не мынау? Фотоларын жіберді дедім, екеуінің фотосын жіберді ғой. Сен ана семіз қызбен таныстың ба? Жігіттер, түбі осындай әңгіме болатынын білгем. Сразу айтып қояйын, семізі менікі. Сондай ма? Қайда мен? Жарайды мен анау арғын ала салам. Так, Ильяс, просто Бекзат досың болған соң беріп тұрмын ше. Айтпасам келесі жолы өзім алам. Сол ғой. Рахмет жігіттер ше. Кеттік жолға шақтады, асықты барғым кеп тұр. Отақандар! Не істесем де болғым келеді one. Бесіз бітті сөзім айтпан. Оқ жетпес шат тез есім баспан. Не істесем де болғым келеді one. Бесіз бітті сөзім Әкім мырза, сізге айтар жаңалығым бар. Өзінен қақтан келетін, таппай қала беретін болдық қой. Не болды? Орманға адамдар кепті. Мұны жақсы жаңалық қой. Адам жемегелер көп болды ғой. Күнде дастырға келіп шаршап кеттік қой. Бардан не үшін келген біліп қайт. Құт болады директор. Мынау қашан жетеді өзі? Әлі не істеп болсың, састып, бұқыстып? Бүгін қодағы жеміз батам. 5 бармақ алсай, 5 бармақ. Бот 5 бармақ болса асамыз ғой. Болды, кешке саған сенеміз. Ашқамай тағы дастыра жеп отпаймын мен. істесем де болғым келеді one. Бесте бесіз бітті сөзім батпан. Оқ жетпес шапшаң тез есім баспан. Келдік. Үйге әне? Үйге ән дегенде, үй особы керек емес шығар деп ойладым. Хайуан. Қай жерге қонамыз енді? Шлей, палаткаға қонбайтын шығармыз? Ачо, багажникті көрдің ба? Сен денің сау ма? Жуынбаймыз ба біз? Мен осылай айтатынды біліп, ваннаны әкеп қойдым ғой. Ванна сыймайды ғой машинаға. Осылай айтатынды біліп, кеше әкеп қойғам. Сералкантта кеше әкеп қойған шығарсың, Йо, ачо, оны ертерек айтпағасыңдар? Бекзат, сен Не айтып атсыңдар? Қара көз қарындастарымыз аят емес пе? Затың бөлек жатамыз ғой. Не үшін келгеніміз ұмытпасыңдар. Қыздар, жүрсеңдерші мен сендерге орманы таныстырайын. Қалай қарай жүріңдер? жарайды. Палатканың инструкциясы бар ма енді хотя бы? Бар ғой инструкциясы, бірақ алған жоқпын, босқа орналады. Кетші. Сөйлеспеші мен. Ильяс. Қойшы. Кетші. Мына орман қорқынышты емес па? Анжелика, мен тұрғанда неден қорқасыңдар? Орман, ол мен екінші үйім ғой. Если вдруг бірдеңеден қорқып атсаңдар, мені келіп қатты құшақтаңдар, қорқыныштарың басылады. Роза, өйтіп любой нәрседен қорқа бермесен. Болады ғой қорқатын нәрселер. Мысалы, бүгін Анжелика қорқсын, ертең Аруна қорқсын. Сөйтіп, арғы күні бұйырса обедте қайтамыз ғой. Не өйтіп кетесің? Қой берші оны. Анжелика, осы саған қандай жігіттерін айт? Маған ақылды, айтқанымды тыңдайтын, ең бастысы білімді жігіттерін айт. Типа 2 көбейтіп 2 4, 7 жерде 8-ін 6 деген сияқты ғой. 7-нің кестесі қиын ғой негізі. Көбісі біле бермейді ғой. Білесің ғой. ОБД-да 100 қыра жинағыма кезінде ше. Мен сендерге көбелектер көрсетейін ба?
Давай көрсет. Ана бұрылыста көбелектер тұратын баяғыда ше. Жүрсеңдерші, көшіп кетпесек, барайық. Давай көрсет. Чай ішер үстер ма, братан? Жайша жүрсіңдер ма дегенде, дос болған туған күні ғой. Үш қыз алып келгенбіз. Соскысы менікі, аллардікі онша біз. Дос болған туған кәдім орманда, палаткымен, әдемі өтіп. Хей, балақай. Мына жерге бетіңмен келгенсің ба, не болған? Бар, анашың ұрсат, иә? Бар, қазір қараңғы батады. Бар. Кім мұна? Мынау ма? Білмеймін. Бірақ біздің ванна қатты қызық болды. Кім екенін сұрамайсың ба? Жақынырақ араласуға қорықтым ше. Жақын аралассақ, ваннаны сұрап бәле қыла ма дедім. Бір шаруаны тапсырса бекзат бар ғой. Баршы, бар кетші. Палатканың светін өшіріп, кухнясын жоқ қойшы бар жүр. Өмір істеді. Так, бүгіннен бастап жұмыстың тәртібі өзгереді. Кім қанша адам өлтіреді, сонша айлық төлеймін мен. Кезде соны юту ақша алмай ма? Ай, ол өзін 0,5 ставкамен алып жатқан жоқ па? Сосын сен жездең не? Бүгіннен бастап кім мені атымның дұрыс айтпайды, аяғынан 10 сантиметр қысқартып отырамыз. Замакым мырза, барлауға жіберген тыңшыңыз аман есен оралды. Наказанияны өзгертеміз ау деймін. Бір-екі күнде таусылып қалады ато. Бір қателессе, шекесі ғана қалайын деп тұр ғой мынаның. Сен адам емессің, не каннибал емессің, малсың ба? Мен сені сақта ауырсанымен сөз деймін аты. Медичнесқа кетпейміз деп еді. Ұсаған, қой. Не болды сен? Не болды? Сен жынсыңдар ма? Өз бағын бірінші басталды ғой. Әлі сен ұялмайсың ба? Дізеңмен жасты адам ғой нау. Өзің жетістіріп алсай сен. Неғып сен құрған қақпандарын ұмыт қала бересің? Біз түскетіп атыр қанаған. Көзден айырылдық қой. Құры бар адамдарды көріп кел бар. Ашуланбай кетейік. Черный глаза. Осының сөзін жаттап алу керек. Көмектесіне, көмек! Тұр. Не істеп жүрсің сен? Сен өтем бүгін түнде. Түсінбедім. Сен бүгін түнде өтем. Серьезно, түсінбедім. Сенен бүгін түнде өтелем. Жайша жүрістірі ме дейсің ба? Бүгін түнде сенен өтелем мен. Жайша жүрістірі ме деймін, не дейді? Кім, әнім? Не істеп жүрсің? Айтсашы енді, уайымдатпай адамды. Аруна саған қандай жігіттер ұнайды? Маған шашы қара, көзі көк жігіттер ұнайды. Сен сонда менен сұрамайсың ба, қандай жігіттер ұнайды деп? Бопты, айтшы қандай жігіттер ұнайды саған? Бойы ұзын, арық, шашы бұйра жігіттер ұнайды маған. За бекзат десе, бұрында оның шашы бұйра болған ғой, кейін темекшіге беріп, шашы түзіленіп кетті ғой. Темек зиян ғой негізі. Hani? Не болып қалды? Мына жер қауіпті емес. Бізге срочно кету керек. Не болып қалды онда айтсашы? Жаман құлағасың ба? Бәй, сорлы. Бәсекемай. Құлағам сөйтіп жеткізем адам? Сен өлім жектізуге бармыш? Қыздар қайда?
орманда қалып кетті құмшықтар мен. Енді соны құтқару керек қой олардан. Жүр, Бекзатты алып алайық. Жүр. Бекзат! 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 Не болды? Не болды? Просто минутқа жатыр едім осында. Не мынау? Қан ба? Жома! Мына тозойдың краскасы ақ кетті ғой. Ой, санасыз. Қыздарды құтқару керек қой, бізге не істеп жатсың? Ана жақта жүріп кет. Деп қашты ғой деп прикинь. Қыздар, аманшылық па? Мына жерде құбыжық па бірдеңе бар деді ғой жаңа. Ешқандай құбыжық жоқ. Ғани, сен сонша қорқып қаштың ғой? Кім қорқып қашып кетті? Жоқ, мен просто балдар шақырып келейін дедім ғой. Түріңе не болған онда? Мына ма? Сол балдарды шақыруға баратсам, жолда бір топ балдар тұр. Әңгіме айтады маған. Сағат как раз 2-ден кетті, ана бала тілден кетті. Мен кришам кетті, патыр-патыр төбелес бастап кеттік нерде. Сен құлап қалдың енді ма? Сол енді ананың бәрін ұйықтатып, енді бүйтіп саған жерге барайын деп жатқанда, аяғым ағаш шіріліп қалды, сол құлап қалдым. Қорқады дейсіңдер ма мен біреуден? Жоқ. Қыздар жүріңдерші, туған күн тойлайық. Сол, блин, туған күн, да? Ну, тойлайық, мереке, все таки. Блин, жүріңдерші, неге тұрсыңдар? Жандарым. Сен жүрсеңші, я? Өзің жүре башы. Қашан мен сені тастадым? Сен қалай башы? Сен мен секрет жанымдасың. Неге? Жүрегімнің ішіндегі жүрек шемсің. Неге енді ол енді? Сен менің площадкайым. Менің сүйгіштігім. Бекзат, продуктын шығар. Шашлык сияқты кетті, е? Давай. Қандай продукт? Продукт алған жоқпын ғой мен. Денің сау ма? Туған күн неғып продукт алмағансың? Алатын үйдің ішіне бәрі кіреді деді ғой, продукты да кіреді екен деп қалдық қой. Үй жоқ қой мына жерде. Көшеде жоқ қой мына жерде. Су әкелші хотя бы. Судың бәрі бағана ваннаға кетті. Не істеймін сен продуктсыз? Ән айтайық та, бауырым. Мен кеттім, давай. Ләс, қыздар не үшін алып келді? Кеттім деген ес? Кешті күтіп отқан жоқпыз ба? Короче, мен кешке дайындаған бір қорқынышты әңгімем бар. Соны айтам, и болды оны. Аруна қасынан шықпай қалды. Точно қорқышты ма? Қандай ән еді жаңа? Анжелика. Гетадоксың әні ғой, бауырым. Сорлы. Жүріңдер еді, ән айтайын ана жерге барып. Қыздар, мен сендерге қорқынышты әңгіме айтып берейін, ә? Иә, біздің Ғанина ше, қорқынышты әңгімелер анау КамАЗ-КамАЗымен, фура-фурасымен, тора-торасымен. Егер сен қорқынышты әңгімелер қаласаң, онда Ғаниға кел деп қойған адам. В общем, бір күні түн жарымда бір таксист Қапшағайдан Алматыға адам басына 5000 теңгеден жол жүріп кетеді ғой. Сөйтіп трассада кетіп баратса, түн жарым ғой енді. Деп трассаның оң жағында бір аппақ киініп алған бір қыз таксист тоқтатады, тұр дейді ғой. Сөйтіп ана таксисттің ойында дым жоқ. Ой, бүгін жақсы көш көтеретін болдым ғой деп отырғызып алған қызды. Сөйтіп кетіп баратқан. Сөйтіп анда таксисттің көзі артқа түсіп кеткен ғой енді. Сөйтсе жаңағы қыздың аяғы ауыр екен. Сосын сол аман есен роддомға апарып босандырып алған ғой. Денің сау ма? Мынаның қай жері қорқынышты? Қараса елес, бұрын Қапшағайдан Алматыға такси 500 теңгеден еді. Қазір 5000 теңге. Міне ғой нағыз ужас. Ол ештеңе емес. Мен сендерге бағана не көргенімді айтайын ба? Не көрдің? Анау біртүрлі бірдеңелер. Олар адам жейді екен. Ойбай, онда қашайық. Қақа баратсың? Мына жақта қорқынышты адамдар бар дейді ғой. Біз туралы айтып отыр ғой, сен жындысың ба? Еба, біз сонда соншалықты қорқыныштымыз ба не? Ойбай, ето десе болды ғой, бәрі қорқады. Ол ештеңе емес. Осыдан 1 жыл бұрын дәл осы орманда бір қызды садақпен атып өлтірген екен, ойлашы. Садақпен? Тұра тұршы. Аруна кән? Уборныйға кеткен шығар. Жарайды. Сөйтіп, одан 2 жыл алдын дәл осы орманда 3 еркек белгісіз жоғалып кеткен. Жоғалып? Анжелика кәні? Арунаның қасында кеткен шығар, келеді өкесі. Ол ештеңе емес. Осыдан 5 жыл бұрын дәл осы орманда бір отбасы көлігімен
жоқ болып кеткен. Көлігі ме? Көлігі жоқ болып кеткен? Иә. Қыздардың арттарына барамыз ба? Білмеймін, менде особо желание жоқ. Сен барасың ба? Жоқ, жігіттер, барайық. Сенімділік үшін көтеріп алайық. Нормально болады. Не көтересің? Ара қалдым ғой мен. Тоба, продукт алмай ара қалдың бе? Иә? Иә. Сенімділік үшін Иә. артық бір не емес. Әрине. Азамат. Мен оған. Мақсатымыз Азамат. мас болу емес. Азамат. Сенімділік үшін. Азамат. Ол мас болу мақсат емес, ол Ильяс. Бірінші мен жаңағыдай Иә. екінші орындарға призовой берер деген ғой соны. Сенімділік үшін, да? Аха. Қой. Ой, тоба. Денсау болсын деп айтатын еді ғой. Сенімділік үшін. Между первым и вторым дейді. Ей, құя берші бапты. Мен Аха. ініме, мынау атылады, абайлаш, інім. Жоқ. Мен Алиді ең бірінші көргенде, Эйнштейн сияқты, әп-әдемі өзі. Шалға ұқсап кетіп бара жатыр. Орманда кетіп бара жатыр. Орыс тәтекі деп ойлап қалдым. Артынан ше. Анжелика. Сөйт болды. Сен де адам етін жейді деген болмаса бұлай жақсы екенсің. Жақсымыз ғой, алдында анау отравление болды ғой адамнан. Мен риза болдым. Қыздың көзінше ләмбейм демеді. Негізі Роза да бұлай жақсы ма деп қойдым. Негізі ше. Бұлай да енді. Сүйкімді ғой? Біз негізі сүйкімді. Ильяс. Жоқ, мен іштейді. Бесіп қарасай. Сүйкімді ғой бірқаш. Бір байқалады, ә? Бір. Ой, тоба. Сен көзіңе замасқы жағып алғансың ба? Неге ондай? Анау ғой, анау. Ішіп алып тұзақ құрған ғой, бүкіліміз түсіп қалдық қонаған. Көзіңе қарап жүрмейсің. Нараситада ол, көзің кесін, жүректен мақыртарын кетпейсің, жоғытта. Жүректен мақыры кетпесін дейді, өте әдем айтты. Бағым жекатан өлтіреді. Өлтіреді. Ішпешкен ойнама, киіп қаласың. Біздің жейтін адамдармен ойнама, өйіп қаласың дейді. Біздің жейтіндермен ойнама дейді. Жейтін адамдармен дейді, еще ол. Ты жанымызды свой, я бы все отдал, но тебе, похоже, это все не нужно. Эй! Я бы все отдал. Не болып жатыр мына жерде? Кімсіңдер сендер? Біз де сендер сияқты 2 жыл бұрын 3 қыз 3 бала алып келгенбіз. Мына далбан продуктын ұмытып кеткен. Амал жоқ, қарын ашқаннан бір қызды жеп көрдік. Екінші күні қарын ашқан соң екінші қызды пісіріп жеп көрдік. Бірақ өкіндік. Түсінген ғой. Неге бірінші қызды да пісіріп жемедік деп. Өкінбепті. Енді сен де атсыздар бізге. Али, делай. Інім? Немене бәлем, шашыратпай істемейсіңдер ма, не? Сендер точно адам өлтіріп жүрсіңдер ма? Мұның бір жеті өлтіріп тұрған бәле ғой мынау? Жырып алған ба не? Ипы бірдеңелерің бар ма анау? Ренжімеңіздер, жаңадан келген стажер ғой. Өзім және де өлтіріп берейін енді екіншісін. Қан шашырады ма мынау? Қан шашырамады-ау? Қан төгілді ма бір бәле болды ғой? Кеше әжетханаға барғым кеп тұр дегеннен қорқып едім осы қыздың. Не масқара анау? Ішін тексермейсіңдер ма? Қол шығып қалған ғой, ренжімеңіздер. Үшінші қызды өзім өлтіріп берейін енді. Ойбай, братан, керек емес. Топан су болайын деп тұр ғой орма қазір. Керек емес. Не істейсіздер босқа? Ой, мынау бар ғой, жейтін жері жоқ бұның. Бауыздаған 4 сағатыңыздың берекесін алады. Босқа, жейтін жері жоқ, май ғой мына таза. Тұздап жесекше оны. Жоқ деймін, ертең күзге қарай алсаңызшы сіз. Мынау болмайды. Наны бір шұңқырға ма жатқызсаңыз өзі өлетін шығар. Онда мыналарды бітіре берейік екеуміз. Досым, бізге мына жерден срочно кету керек. Менде бір план бар. Қолымызды босатып алайық.
Сен кішкене ары отырмайсың ба? Босай анау, бүйтіп шығасың. Мен отыра берейін, көмектесемін саған. Қазір. Давай, Роза, давай! Кит, ляқта! Тұрмақсың, давай! Жібер! Кішкене бар, давай, снайп! Давай, кит ляқта сен! Гүл! Роза, саңды! Роза! Полицияға звондай берсін. Алло, полиция! Онда орманда біздің достарымызды өлтіріп жатыр. Тез келіңізші! Так, не болды, не жағдай? Ана жақта біздің достарымызды құбыжықтар өлтіріп жатыр. Немен келдіңдер бұл жақ? Машинамен. Кімдікі ол? Менікі. Документі бар ма? Қандай документ, братан? Айтып отырмын ғой, достарымызды құбыжықтар өлтіріп жатыр. Жоқ, оны бәрі базаға салып тексеру керек қой оны. Так. На, страховка жоқ қой. Жүріңдер штрафстоянкеге. Жүр. Қайдағы страховка, братан? Достарымызды өлтіріп жатыр деп айқын қаласың. Сабыр береміз. Достарымызды өтеміз біз. Бекен бос. Жоқ, ондай сылтау өтпейді. Мен ондайдың бәрін көріп тастағам. Да? Әйелім босанайын деп жатыр еді. Мектепке асығып кетіп бара жатыр едік, балаларымды апара жатырмын. Жойстик дұрыс болмай тұр. 93-ші минутта гол сақып кетті ғой. Мықтысыңдар, финалға өтпейсіңдер ма? Болды, жүріңдер. Штрафстоянкеге барамыз. Жүр. Кіріңдер, есікті аш. Кір. Штрафстоянкеге барамыз. Бол. Артына қарай отырыңдар. Артына отыр. Бол. Артына отырыңдар. Өзім айдайым оны. Опа. Есікті ашып қой өшіп баратын. Ыстық ше. Жоқ, бұны жабамын. Жаппасақ болмайды ғой бұны. Штраф салады ғой бізге де.